Жолдастар, бүгін бізде шолуда қызықты гаджет, бірақ гаджетке шолуды бастамас бұрын, бүгінгі шолуды кішкене өзгешелеу қылып, жарнама стилінде жасауға тырыстық, сондықтан да соңында бағаларыңызды бере жатыңыздар. Ал іске кірісетін болсақ, бүгін бізде шолуда Xiaomi компаниясының шығарған Amazfit Bip сағаты. Көп шолуларды қарап отырдым, неге екенін білмеймін. Әсіресе мынау орыс коллегаларымыз Amazfit дейді, енді кішкене дұрысырақ айтатын болсақ, Amazfit осыған дейін жасаған шоуларында біраз критика естідім. Мысалға Xiaomi емес Xiaomi деген секілді брендтердің атауы дұрыс болу керек деп. Енді көш жүре түзеледі дейді. Сондықтан да жүре бізде түзелерміз. Сонымен іске кірсек. Xiaomi Amazfit Bip бұл жаңа модель емес. Мен енді бұған дейін бұл сағатпен таныс емес едім. Жалпы мен өзім көп сағат тақпаймын, бірақ осы сағатты мен қазір осыған дейін бір айдай тастамай тағып жүрдім. Өзім тест жасадым. Қолымда қалай болатынын, күнделікті өмірде қалай қолдануға болатынын бәрін тәжірибемнен өткіздім. Сондықтан да бүгінгі менің шолуым, бүгінгі менің бұған берер сипаттамам мейлінше шынайы болады деген ойдамын. Amazfit жалпы жаңа модель емес, бұл модельдің шыққанына мен білуімше орта шамамен бір жылдай болып қалды. Интернетті ашып қарасаңыздар, орыс тілінде өте көп және ағылшын тілінде өте көп шоулар бар, бірақ қазақ тілінде менің ойымша бұл бірінші шоулардың бірі болу керек. Өткен бір айдың ішінде мен бұны суға да салдым, шаң, тозаңға да салдым, қолымнан келгенше бүкілімен тест жасап шықтым. Сонымен кірісек. Біріншіден распаковка. Распаковканың қазақшасы қалай? Распаковка. В общем, распаковка. Қазақшасын білетін болсаңыздар, төменде комментарийға жазып, маған көмектесіп жіберіңіздерші. Жалпы қазақ тілін осылай жайлап дамытатын шығармыз. Дамытқанда қазақ тілі онсыз да әдемі ғой енді. Бірақ осындай технологияға байланысты тілді осылай үйренейік. Мен өзім де шыны керек білмеймін. Распаковка қазақшасы қалай болатынын жазып кетсеңіздер күшті болар еді. Сонымен распаковка. Amazfit сағаты осындай әдемі қалың коробкамен келеді. Жалпы коробкасының өзі әдемі, салмақты. Әрине бұл сағатты мен қазір распаковка жасап жатқан жоқпын, бірақ коробкасы өзім қолымда болып қалды. Бір ай бұрын жасап қойғам, десек те сіздерге қызық болса осындай. Ішінде қуаттаушы станциясы келеді, өте әдемі, және сағаттың өзі. Екінші мәселеге көшетін болсақ, сағаттың дизайны мен оның стиліне назар аударайық. Менің ойымша сағаттың дизайны өте сүйкімді және стильді болып келеді. Әрине Apple Watch-тың дизайнына өте қатты ұқсайды. Неге ұқсамасқа? Ұқсай берсін. Әдемі болып келген деп ойлаймын. Қолға ұстайтын болсақ, материалдары қолға жағымды, силиконды материалдан жасалынған. Жалпы менің білуімше 4 түсті болып келеді бұл сағат, бірақ интернетте қосымша басқа неше түрлі темірден жасалынған немесе матадан жасалынған белбеулерді алуға болады. Бір ғана кнопкасы бар. Бұл кнопкасын қолданған кезде ешқашан шатаспайсың деп ойлаймын. Және артында мындай сүйкімді кішкентай ғана бір қызықты датчиктері орналасқан. Қандай датчиктер бар деп айтатын болсаңыз, мұнда құдай-ау пульсометр, датчик давления атмосферы, компас, Bluetooth, GPS, тіпті высотометрге дейін бар. Салмағына келетін болсақ, салмағы менің ойымша өте жеңіл. Қолыңды тағып жүрген кезде әдетте қалай болады? Ауыр сағат тағып жүрсең, кейін сағатты шешкеннен кейін бір қолың жеңіл болып қалғандай сезім болады. Ал бұл сағатты мен байқағаным, тақсаң да, шешсең де қолыңнан бір зілдей бір жүк түскендей сезімде болмайсың. Сондықтан да салмағы жағынан ешқандай проблема жоқ. Әрі қарай жылжитын болсақ, экраны туралы сөз қозғай кетейік. Бұның экраны Gorilla Glass деген технологиямен жасалынған, анша-мұншаға
ұрылған кезде сынбайтын материалдан жасалынған. Ол жағы әрине үлкен плюс, өйткені байқаусызда бір жерге тиіп кетуі мүмкін. Бірақ мен айта кетерім, сынбайды десек те, осы бір айдың ішінде қолданғанның әсерінен бетінде байқалынбайтын кішкентай царапиналар пайда болды. Енді бүйтіп үңіліп қарайтын болсаң көрінеді, бірақ жалпы көзге ол ешқандай зияны немесе бір түрлі болып көрініп тұрған жоқ. Қатты оған назар аудармасақ та болады деп ойлаймын. Диагоналі 1.28, диагоналін айтатын болсам, бір маған ұнамайтын жері, жалпы бір ескі ноутбуктарды алатын болсаңыз, экранын ашып қалған кезде рамка дейміз, жалпы экран крышкасы үлкен болса, ішіндегі экраны кішкентай болып қалуы мүмкін. Мұнда тура сондай жағдай. Яғни экран жалпы өзі квадрат, мынандай тікбұрышты төртбұрыш болып келген пішіні, бірақ жалпы экранның өзі қараңыз ішінде кішкене кішірек болып келген. Неге соны бүкіл экранға мынандай үлкен қылып жасамасқа деген өзім үшін сұрақ туды. Бірақ бұның өзі жаман емес жалпы. Ерекше айта кететін нәрсе бұндағы экранның жарықтандыруы. Егер де араларыңызда кітапты көп оқитындарыңыз болса, білетін шығарсыздар, электронды кітаптардың жарықтандыруы көзге зиян емес, технологиямен жасалынған. Тура сол секілді бұл сағаттың да экраны солай жарықтандырылады. Яғни бұл экранға шығып тұрған мәліметтерді көру үшін міндетті түрде кнопканы басып былай жарықтандырудың қажет жоқ. Онсыз да көрініп тұрады. Соның арқасында бұл батареяны көп жемейді, бірақ батарея туралы жалпы біз кейінірек тағы сөзге тиек етеміз. Экран жайлы айтқан кезде экрандағы көрінетін циферблаттардың дизайн туралы айтқым келеді. Жалпы мен өз көңілім оған онша толған жоқ. Бұдан да әдемірек қылып жасауға болады деп ойлаймын. Бірақ бұндай циферблаттардың дизайнын шығару себебі бағанағы айтып кеткен экранды жарықтандыру технологиясына байлаулы шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалға Samsung-тың немесе Apple-дың сағаттарын алатын болсаңыз, онда әрине неше түрлі кәдімгідей телефонның экранындағыдай дизайнды көруге болады. Ал оның есесіне олар батарейкасын тезірек отырғызады, яғни күнде немесе күнара оларды қуаттандырып отыру керек. Батарейкасы ұзаққа шыдайтын қылғысы келгеннен кейін бір нәрсені құрбан қылған, ол яғни сол циферблаттың дизайны деп ойлаймын. Яғни болашақта технология дамып, циферблаты да әдемі, батарейкасы да ұзаққа шыдайтын сағаттар шығады деп ойлаймын. Енді батарейкасына келетін болсақ, бұл сағаттың ең басты плюсы деп ойлаймын. Батарейкасы бұның 45 күнге дейін қуаттаусыз сізге жұмыс істеп береді. Оны мен өз басым тексердім. Қуаттағаннан кейін кем дегенде бір айға дейін белсенді түрде қолдана бересіз. Ешқандай оны артыңыздан қуаттандыру шнурларын, станциясын тасып жүрудің қажеті жоқ. Енді достар, ең қызық жағына келдік. Бұл сағатта қандай функциялар бар екен туралы айтып кетейік. Бұл сағаттың функциялары өте көп. Егер сіз спортпен айналысатын болсаңыз, спортқа байланысты, яғни жүру, жүгіру, велосипедпен жүру, немесе тағы да басқа спорттардың бүкіл мәліметтерін жинап, телефоныңыздағы Mi Fit-ке синхронизация жасап, сондағы мәліметтерді бірге анализ жасап, сізге бір қызықты мәліметтерді беру мүмкін. Оған қоса ауа райы туралы мәліметті бере алады, будильник пен таймері бар. Бірақ бұлардың ең үстінен маған қатты ұнағаны күнделікті өмірде кәдімгі әр сағат сайын, әр минут сайын пайдалы болатын нәрсесі, ол телефоныңызға біреу қоңырау шалған кезде бұл вибрация қолыңызға береді. Яғни сіз телефоныңызды дыбыссыздандырып бір жерге қойып қойсаңыз, бірақ сосын оны дыбысын шығаруды ұмытып кетсеңіз, біреу қоңырау шалған кезде қолыңызды дірілдетіп, бұл белгіні береді. Менің ойымша бұл өте пайдалы нәрсе, өйткені кейде маңызды звоноктарды өткізіп алған келмейді, ал бұл сағат сізге соны өткізбеуге мүмкіншілік береді. Бұған қоса тағы да маған өте қатты ұнаған нәрсесі, бұл сағат сіздің ұйқыңызды бақылайды. Кейбір гаджеттерде ұйқыны бақылау үшін
сіз міндетті түрде ұйықтар алдында ночной режим немесе түнгі режим қою керексіз. Ал бұл сағат болса, ол режимді, яғни түнгі сіздің ұйқы режиміңізді өзі бақылап, соңында таңертең тұрған кезде Mi Fit қосымшасы арқылы сіздің түнгі ұйқыңыз қандай болды, тез ұйқыңыз қандай болды, жай ұйқыңыз қандай болды дегендей мәліметтерді беріп, оның үстіне сізге статистикалық мәліметтермен кішкентай подсказкаларды беріп отырады. Яғни сіз 10-ға дейін жатқаныңыз тиімді. Осы қосымшаны қолданатын 75% адамдардан мысалға ертерек жаттыңыз деген секілді подсказкаларды және қызықты мәліметтерді беріп отырады. Жалпы бұл сағаттың жарнамасында және басқа блогерлердің шолуында сағат SMS-терді көрсетеді деген мәлімет бар, бірақ неге екенін білмеймін. Мен өзім жеке басым SMS-терді бұл жерде настроить ете алмадым және көре алмадым. Бар болса бар шығар. Менің демек тәжірибем жеткен жоқ шығар оны қосуға. Қалай қосу керек екенін егер араларыңызда біреу білетін болса, соны пікірге міндетті түрде жазып кетіңіздер. Көп функциялардың ең маңыздыларын айтып кеттім. Ал енді ең басты сұрақтардың бірі бағасы қандай деген сұрақ. Ресми интернет-магазиндерді ашып қарасаңыз, бұл сағаттың бағасы 25 000 теңге көлемінде. Десек те, бұдан арзанырақ магазиндер де бар, бірақ менің өзім кейде тексеріп, тіпті қолданатын методтардың бірі ол қолданылған заттарды сатып алу. Бұл сағат өте надежный және ұзақ өмір сүретін болғандықтан біреулер қолданған сағаттарын сатуы мүмкін. Сондықтан да қолданған сағаттардың бағасын қарайтын болсаңыз, орташа шамамен 2 есе арзан бағаға алуға болады. Яғни 12 000 теңгеге алуға болады. Менің ойымша өте жақсы баға. Егер сағаттың состояниесі жақсы болса, 12 000 теңгеге осындай функциясы бар әдемі сағатты неге алмасқа. Қорытындылай келе достар, бұл сағатты мен ұзақ мерзім тағып жүрдім, сондықтан да бүгінгі менің шолуым және пікірім объектив пікірге жақын деп ойлаймын. Ең басты маған ұнаған функциясы жеңіл, ең басты керек мәліметтерді жинап телефонда қосымшаға бере алатындығы өте ұнады, және күнде қолданылатын нәрсеміздің бірі ол телефоныңызға біреу қоңырау шалған кезде сағаттың өзі тыныш қана қолыңызды вибрировать етіп сізге белгі беретіндігі маған өте қатты ұнады. Күнде соны мен қолданамын. Оған қоса бір жерге алыс сапарға кетіп бара жатсаңыз, бір рет қуаттап алсаңыз, сосын қуаттағышын алмай кете беруге болатындығы өте қатты ұнады. Яғни қуаттағышын ұмытып кеттім ау деген уайымнан арыласыз. Дизайнына келетін болсақ, дизайны сәтті шыққан деп ойлаймын. Спорттық киіммен де, күнделікті немесе бизнес немесе ресми киіммен де таға беруге болады. Жарасымды, үйлесімді болып тұрады. Сонымен достар, бүгінгі шолуымыз осымен тәмам. Бұл сағатқа өте жоғарғы баға беруге болады және сіздерге алуға толыққанды кеңес беруге де болады деп ойлаймын. Келесі шолуда жолыққанша күн сәтті болсын. Сау болыңыздар.